Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен осындай өте үлпілдек болып пісетін бауырсақтың рецебімен бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып отырыңыздар. Мінекей бауырсақтарымыз іші қуыс, прям өте үлпілдеп піседі. Алдымен 900-950 грамдай ұн алып аламыз, яғни ұнымызды електен өткізіп аламыз алдымен. Оған яғни ортасын азғантай жаңағыдай ашамыз да, одан кейін енді бауырсақты елейтін басқа да заттарымызды құя бастаймыз. 250 грамм жылы су, яғни қатты ыстық емес, жылылау болу керек. Одан кейін жаңағыдай аштықы азғантай, яғни бір шай қасық аштық саламыз. Одан кейін 250 грамм тағы да жылы сүт, қатты ыстық емес, жылытып алған сүтті құямыз. Яғни барлығын мөлшермен құйсаңыздар болады. Одан кейін ендігі кезекте бізде жұмыртқа, яғни бір жұмыртқаны жаңағыдай ағын сайғысын айырмаймыз. Сол күйінше бір жұмыртқаны да қосып жібереміз бұған. Мінекей бір жұмыртқамызды қосамыз. Одан кейін тағы да бұған қосатын біздегі қоспамыз бұл қант, яғни шекерді қосамыз. Шекерді де 50 грамм қосамыз, яғни мөлшерлеп алсаңыздар да болады. Мен жай көз мөлшермен ғана алдым. Негізі рецептпен дәл шығарғыңыз келсе, барлығын грамдап алсаңыздар болады. Яғни 50 грамм қант, одан кейін азғантай шым тұз, содан кейін 50 грамм майонез. Майонез барлық қандай болса да бола береді. Майонез бізде бауырсаққа жұмсақты, прям жоп жұмсақ болу үшін майонезді қосамыз. Мінекей азғантай 50 грамм майонезді қосып, одан кейін осылай бірінші қасықтың көмегімен, вилканың көмегімен бастап илеп, содан кейін қолдарыңызбен илесеңіздер болады. Бауырсақтың қамыры өте қатты болмау керек және өте сұйық болмау керек. Бір қалыпты кәдімгідей мінекей осындай болып шығу керек. Қамыр осылай қолыңызға жабысып тұратын болса, азғантай сұйық майды алып, сұйық майды құйып, осылай басып шықсаңыздар, қамырларыңыз қолдарыңызға, яғни неғмайды, жабыспай күшті болып шығады. Сол үшін азғантай кішкене ғана сұйық майды алып, қолымыз жаңағыдай бүйтіп басып шығып, көтерілдіруге қойып қоямыз. Аштығымыз осылай қамырымыз көтерілу керек. Оған дейін жылы жерге бетін жауып, жылы жерге қойып қойсаңыздар болады бауырсағымызды. Енді осы мінекей көтерілді бауырсағымыз. Осындай болып, үлпілдек болып тұрды. Енді осындай стаканның көмегімен болсын, басқа арнайы құралдар болса, соның көмегімен осындай қылып, дөңгелек қылып шығарамыз. Яғни дөңгелек бауырсақ болып шығады әдемі. Мінекей осындай болады. Енді осыны қызып тұрған табамызда екі жағын неғылып қызартып тұрып пісіріп аламыз. Бұл өзі көтеріледі пісіріп атқан кезде. Мінекей осындай болып шықты, үлпілдек, прям күшті болып шықты. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий басып кетіңіздер. Бауырсақтарыңыз осындай үлпілдек, аршы қуыс болып күшті болып шығады. Мінекей сіздер де жасап көріңіздер. Өте оңай рецепттердің бірі.